Сондай үлкендер сөзін тыңдамайтын, айтқанға құлақ аспайтын адамды қалай дұрыс тоқтатуға болады? Мұнда жағдайда қандай амал жасаған жөн? Ең жақсы жол, айтайын сіздерге, Алланы таныту. Мысалы, сіздер балаларыңызға үйрете бересіздер. Мынандай бол, мынандай бол, анандай болмын. Ол бола алмайды. Болғысақ келеді, оның тағдыры, өмірі бөлек. Сіздер балаңызға Құдайды танытып қойыңыздар. Алланы үйретсең, болды. Құдайдың көріп тұрған үйретсең, бір күн болады, сіз болмайсыз. Бала Құдайын есіне алады. Анам Құдайды айтып еді, әкем Құдайды айтып еді дейді. Өзі қазақ айтқан емес пе, Құдайдан қорықпағаннан қорық деп. Ол сізден қорықпасын, сізден қорқады, сіз адуындысыз, ұрып сындырып жібересің. Бірақ ол далаға шығады, сен көрмеген жерде темекі шеге береді. Неге? Өйткені сен көрген жоқсың ғой. Сіз көрген нәрсеңізге қорқытасыз. Құдай көріп тұр десе, барлық жерде көріп тұр дейді. Болды. Балаңа кішкентай кезде Құдайды үйретсең, өсіп кеткен кезде Құдайға балаңды айтпайсың уже. Проблема шешіліп қойған. Сондықтан, біз ақыл үйретеміз, жанын жей береміз. Балалар не, мен мысалы жастармен кездескенде барлығының сіздерге реніші бар, білесіздер ме? Келіндеріңіздің де реніші бар. Балалар неге жанын жейіп ақыл үйрете бересіңдер? Ол жынды емес қой, бір бала туған, бәленбай жасқа келген. Сен өзің 30 жаста кішкентай болған шығарсың. Ол 30-да өгізде әйел ол уже, бәрін біледі. Бол, сенен көрмеген нәрсесі қалған жоқ. Сіз 60-тасыз, 70-тесіз ақыл үйрете бергің келеді. Мынандай болу керексіңдер, сендер мынандай болсын. Болмайды. Болды. Сіз оған Алланы үйретесіз балаларыңызға. Немерен келді ма, немереңізді Алланы үйретіңіз. Дәңгесі қылып өшін алдырмаңыз әке-шешесінен. Сіз Алла бар, дұға үйрет, жақсы сөз үйрет, бата үйрет, батырлар жырын үйрет. Міне біздің ата-әженің үйрететін дүниесі. Мамаңды боқта, папаңды боқта, мамаң онша емес, дұрыс қарамаған ғой саған, дұрыс шешең осындай, шешең әкең ондай, шешең мындай, күйеу балаға келсе әкең сондай, сендердің әкелерің, біз нағашылар сендерді адам қылып отқанымыз. Қой осы әңгімені, қой. Сен сондай болсаң да қой. Алланың алдында күнәға батпа. Басқа күнәң жетеді.